Келіңдер достар, басталды! Жиналыңдар! A, B, C, D, E, F, G әріптерді үйренем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санауды үйренем. Кел достар, ойнайық, ойнайық та ойлайық. Қанша қиын болса да, жеңбей оны қоймайық. Come, come, learn with me, counting right to me. Friends, let's play together, and you will speak fluently. A, B, C, D, E, F, G әріптерді үйренем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санауды үйренем. Ал балақайлар, дайынсыңдар ма? Бектемір, өткен бағдарламада сен болмадың, бірақ мен ойлаймын, сен біздің бағдарламамызды тамашалап, барлық сөздерді, әріптерді жаттап алдың деген сенімдемін. Өте жақсы. Енді сол әріптерді достарымызбен бірге, және сен бірге, Бектемір, қосылып қайталайық. Қандай әріптерді үйрендің? A, B, C, А және С әріптері. Өте жақсы, бәрекелді. Және сол әріптермен бірге қоса отырып, біз сөздерді де үйренген болғанбыз. 3 сөз үйрендік. Ол қандай сөздер, Бектемір? Bat, cat, rat. Rat емес, rat. Тағы да бір рет. rat. Өте жақсы. Жарайсың, Бектемір. Достар, сендер де жақсы меңгерген екенсіңдер. Мына жақта кім келе жатыр өзі? Менің достарым ғой. Сенің достарың ба? Бәрекелді. Бізге жаңадан қонақтар келді деген, е? Қанеки, қалай амандасамыз достарымыз, Бектемір? Hello! Бірге қайталайық. Hello! Достар, hello дейік бірге. Hello! Бәрекелді, жақсы, қандай тамаша. Жарайсыңдар. Қазақ айтады, мыңның түрін білгенше, бірінің атын біл дейді. Сол себепті бір-біріміздің атымызды ағылшын тілінде сұраса қайтеді? Жақсы. Бір-біріміздің атымызды сұрай отырайық. Сол сұрақтың жауабы былай болмақ. Мен Шынармын дер болсам, I am Шынар. Сұрағымыз, what's your name? I am Шынар. Келістік қой? Қанеки, what's your name? I am Aruna. What's your name? I'm Иманғали. What's your name? I am Бектемір. Very good. Өте жақсы. Қандай жылдам меңгеріп алдыңдар, балалар? Достар, сендер де сондай жылдам шығарсыңдар? Мына алдымызда жатқан ағылшын тілінің алфавиті. Осының ішінен қане 5 әріпімізді тауып көрейікші. A, B, C, R, T. Достар, 5 әріптің барлығын жақсы меңгеріп алыпсыңдар. Енді тағы да әріптерді өту үшін мынандай ойын ойнайық. Біздің бағдарламамыздың аты қандай? Ойнай отырып оқу. Ал ойыннан бастайық. Мынандай шартым бар менің. Біз қазақ тілінде мақал-мәтелдерді білеміз ба? Жақсы. Сол мақал-мәтелдерді біз айту үшін әріптерді таңдап көрейік. Қанеки, Иманғали, бір әріпті таңдай қойшы. Мына әріп ұнап тұр ма саған? Бұл әріп D әріпі. Қане бірге қайталайық. D әріпі. Өте жақсы. D әрпіне енді біздің ұсынысымыз бойынша сен не айту керексің? Аруна, не айту керек? Мақал. Өте жақсы. Қане сен күтіп отырмыз? Денсаулық, зор байлық. Өте жақсы. Қанеки, Иманғалидің жақсы айтқанына байланысты 3 шапалақ. 1, 2, 3. Very good. Енді саған қандай әріп ұнап отыр, Аруна? Маған Қандай әріп екенін өзі таппай отыр. Қайсы екен? Міне. Өте жақсы. Мына әріп бізде N деп оқылады. Достар, бірге қайталайық. N. Енді Бектемір не істеу керек, Аруна? Мақал-мәтел айту керек. Жақсы. Қанеки, Аруна? Намысы бар жігіттің нар күші бар. Намысы жоқ жігіттің қай күші бар? Масқара, Аруна, мен білмейтін мақал-мәтелді қайдан біліп жүрсің сен? Арунаның құрметіне 5 шапалақ. 1, 2, 3, 4, 5. Мына мақалды тіпті менің өзім білмейді екем.
қалай тауып алғансың мына мақалды? Қанеки, Бектемір, сен біреуін таңдайсың ба енді? Бектемір, саған не болды? Көңіл күйің түсіп кетті ғой. Мен мақал мәтелдерді ұмытып қалыптым. Ештеңке етпейді, Бектемір. Біз мақал мәтелдерді есте сақтап, жаттап жүруіміз керек. Достар, талаптарыңа нұр жаусын. Бәрекелді. Енді қалған 3 әріптерді өзім таңдасам қалай қарайсыңдар? Иә! Жақсы. Енді келесі әріп И. Бірге қайталайық. И. H. Өте жақсы. Және де Пи. Тағы да Иманғали. Пи. Өте жақсы. Бәрекелді, жарайсыңдар. Достар, артымыздан қайталап отырыңдар. Бектемір, Аруна, Иманғали, білесіңдер ме, бүгінгі өткен әріптермен бірге біз сөздер үйренеміз. Сөздерді құрастыруды қазір мен сендерге үйретемін. Қанеки, бізде H әрпі Х деп оқылады екен. Қане бірге қайталайықшы. Х. Өте жақсы. Енді мен бір сөз айтамын. Сол сөзді біз тақтамызға жазып көрейік. Келістік пе? Қанеки, айта қойшы. Мынау ненің суреті? Бұл деген әтеш қой. Дұрыс айтасың. Әтеш. Әтеш ағылшын тілінде эхен. Бірге қайталайықшы. Эхен. Бәрекелді. Енді осы сөзді ағылшын тілінде бірге жазып көрелік. Ең бірінші әріп Х. Қараңдаршы. Эхен. Бірге қайталайық. Эхен. Оның аудармасы әтеш. Енді Аруна бізге тұрады дағы хен деген сөзді жазып көрелік. Келістік пе? Жақсы. Ең бірінші әріп Х. Қанеке, Х әрпін тауып көрші. Мұны біз H деп те айтаймыз деді. Қане, қайсы екен? Х әрпі. Мені. Өте дұрыс. Мынау бізде, достар, H әрпінің кішкентай әрпі. Қане, Аруна тақтаға іле ғой. Тұра ғой. Бәрекелді. Жақсы. Енді келесі хен. Қандай әріп естіп тұрсың? Хен. Х әрпін жаздық, ол H. Келесі әрпі И әрпі екен. И әрпі қайсы бізде? И әрпі мінеки. Достар, И. Бірге қайталайық. И. Бірақ бұл жерде бізде бұл И Е деп оқып тұр. Қанеке, жабыстыра ғой, Аруна. Хен деген кезде ең соңғы әріп қандай естіліп тұр? Н. Дұрыс па? Ағылшын тілінде Н әрпі Н деп оқылады. Қане, Н әрпін тауып көрейікші, мына жерде бар ма екен өзі? Өте дұрыс, Аруна. Қандай алғыр едің? Мынау достар, Н әрпінің кішкентай әрпі. Н. Бірге қайталайық. Н. Жақсы. Ал үшінші әріпімді іле ғой. Аруна, қандай сөз болды бізде? Эхен. Жарайсың, Аруна. Бұл сөзді де меңгеріп алдың. Бектемір, ненің белгісі деген? Бұл артикль. Өткен сабақта айттыңыз ғой. Бектемір, ол да сенің есінде қалыпты. Бәрекелді, жарайсың. Не деген алғыр едің? Енді сен осы сөздердің барлығын жаттап алған екенсің. Сен келесі сөзді жазуға шыға ғой ортамызға. Мына сөзді меңгеріп алайық, бірге қарайық. Кәп. Бірге айтайық. Кәп. Оның алдында артикль қолданамыз деді, иә? Солай ма, Иманғали? Кәп болады. Қане бірге айтайық. Кәп. Бәрекелді, достар. Қараңдаршы. Кәп, ол бас киім. Қайталайық. Кәп. Бізбен қайталандар. Кәп. Жақсы, бәрекелді. Бектемір, ортамызға шықсам болады. Қанеки, кәп деген бірінші әріміз К деп естіліп тұр, бірақ ол Си деп оқылады, иә? Мына әріпті іле ғой бірінші барып. Өте жақсы. Келесі, Бектемір, осы ортамызда Эй деген әріпті таба қойшы. Эй әріпі қайсы? Өте жақсы. Қане, алып көмектесшерейік, Аруна. Қане, келесі әріпті іле ғой. Кәп. Қарашы, П деген әріпіміз міне тұр екен, е? Қане, П-ні іле ғой. Өте жақсы. Қане, іліп жүреді. Бәрекелді. Қане, оқып жүрші осы сөзі, Бектемір. Кәп. Бәрекелді. Бектемір, кәп дегеніміз бас киім екен. Солай ма? Иә. Өте жақсы. Өз орнына отыра ғой. Келесі кезек кімде деп ойлайсыңдар, балалар? Мен. Дұрыс айтасың. Өте жақсы.
Иманғали қазір бізде мына сөзін қалай жазылатынын бізге көрсетеді. Достар, мынау бізде pen, яғни қаламсап. Бірге қайталайық. pen. Бәрекелді, қаламсап. Ендігі кезек бізде Иманғалида болғандықтан, Иманғали, осының әріптерін қанекей іздеп көрейік бірге. Қане суретті мен тез алмастырып жіберейін. Оған дейін қанекей Иманғали қандай әріптер болады екенін тез маған тауып береді. Келістік қой? Қанекей Иманғали пи әрпін тауып көрші, алдымызда бар ма екен? Қай жерде екен ол? Өте дұрыс. Мынау қандай әріп Иманғали? Пи. Өте жақсы. Мә, алдына барып іле ғой. Жақсы. Pen. Қандай әріпті естіп тұрмыз? И, я? Деп оқылады, бірақ и деп дыбысталады. Я? Иманғали, мынау қандай әріп? И. Өте жақсы. Бәрекелді. Келесі әріп N әрпі. N әрпін тауып көре ғой. Қайсы N әрпі бізде? Я, дұрыс. N әрпі осы. Достарына бір көрсетіп қой. Қандай әріп? N. Өте жақсы. Бәрекелді. Енді осы сөзді оқып көрші. Pen. Иманғали, pen дегеніміз не? Қаламсап. Бәрекелді. Өте жақсы. Өзіңнің орнына отырсам болады. Жақсы достар, бүгінге өтетін 3 сөздің барлығын меңгеріп алдық деген сенімдемін. Қандай сөздер бірге есімізге түсірейікші? Хэн, әтеш. Жарайсың. Кәп, бас киім. Бәрекелді. Пен, қаламсап. Жарайсыңдар. Не деген ақылсыңдар менің кішкентай ғана достарым. Тамаша. Достар, бүгінгі өткен D, E, H, N, P әріптерін бірге қайталап отырыңдар. D, E, H, N, P. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Достарым, кішкентай, сендер жалыққан шығарсыңдар. Қазір ойын ойнайық. Мына үстелдің үстінде жатқан суреттердің ішінен бүгінгі өткен 3 сөзді табуларың керексіңдер. Ең алғашқы болып мен ойымша Бектемір шыққан дұрыс болар. Келе ғой Бектемір. Осы суреттердің ішінен маған pen деген не деді бізде? Қаламсап. Жақсы. Қаламсапты тауып берші маған. Міне. Өте жақсы. Қанеке қайталай ғой? Pen. Жарайсың. Мына жерге барып тұра ғой. Өте жақсы. Келесі армына ортамызға шыға ғой. Кап дегенімізді таба ғой. Ол не еді бізде кап дегеніміз? Бұл бас киім. Жарайсың. Достарымызға бір қайталап өт. Кап. Жарайсыңдар. Енді Иманғали сенің кезегін. Бізде хэн дегеніміз не? Хэн деген табалар ма екен? Дұрыс. Бұл не? Әтеш. Жарайсың. Қанеке достарымызға айтайық. Хэн. Қайталай ғой. Хэн. Жарайсыңдар. Достар, Play and Learn бағдарламасының тағы да бір түсірілімі аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болып тұрыңдар. Goodbye! Келіңдер достар, басталды. Жиналыңдар. A, B, C, D, E, F, G әріптерді үйренем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санауды да үйренем. Кел достар ойнайық, ойнайық та